YouTube шортсқа арнайы алма ағаш. Алма ағаштың үстіне жиі құмырысқалар мініп кететін еді, сондықтан мынандай бір салафан немесе мата болса, жұмсақ мата, сонымен талға бір жіппен немесе қатты қыспай сыммен бір орап, сыртынан мынандай манол деген бар. Мынандай майлар бар, шрустарға арналған, яғни ходовой частьтарға арналған. Осындай материалдарды осындай жағып тастасаңыз, ешқандай құмырысқа мінбейді. Құмырысқа мініп, мынандай, міне, мініп, мына алмұрт ағаш, алмұрттың талы, жас алмұрт. Кезінде өстіп құмырысқалар мініп, осындай жерлерін, жапырақтарын, нелерін қуратып, мына жерден төбенен шіріп кетті. Шыдай алмағасын. Сосын алып тастадым. Жақсы, кішкене өмір жалғаса берсін деп тиіспеп едім, осындай алмұрттарды жарып шықты, гүлдеп. Сондықтан мынандай заттар нәрсе істесеңіздер, ешқандай құмырысқа міне алмайды. Негізінде барлық бәле осы құмырысқалар. Енді оларға тиісе алмаймыз ғой біз, оны өртеп, улап дегендей. Просто үстіне мінгізбеудің амалын ойластырамыз. Міне құмырысқалардың өздері де жүр. Міне алмай жүр. Енді келесі мынандай ағаштарға сөйтіп жасап, мынау өрік тал, мынау алмұрт, мынау алма. Сондықтан мыналар енді жас қой, мынау жас. Енді мынау 3 жыл болды еккенімізге, 3 жылдан кейін осындай нәтиже шығарды алма ағаштан. Сол.